Құлыншағым құлыным, желбірейді тұлымың, тіл мен көзден аман бол, шақырады арман жол. Бал бөбегім, балапаным менің, аялайды алақаным менің. Арайлансын атар таңың сенің, балапаным менің, балапаным менің. Ғажайып бір ертегім, еліктейін еркелім, балдай тәтті қылығың, шекердей шырыным. Құрметті ұзақ жақыннан келген қонақтар, мына бүгін Мұхамеджан небереміздің осындай қазақтардың салт дәстүрі көп қой, соның ішінде мынау адам өмірге келгеннен кейін, дүниеге келгеннен кейін той көп. Ең алғашқы той тұсаукесер той дейді, ары қарай сүндет той, үйлену тойлары, қазақта той көп. Соның үшін мына бүгін небереміздің бір жасқа толып тұсаукесер тойында осыншалықты Алланың арқасында сіздерді барлықтарыңызды қонақ етіп ас беріп жатқан баламыз бен келінімізге мыңнан бір рахмет. Оларға да Құда қаласа бұл қыздары көп болсын, артынан олар ере берсін. Ал енді мынау бүгінгі небере баламыз Мұхамеджан тілейтін тілегіміз, айналайын көпшіліктің атынан, өзімнің атынан не дейміз мынау? Ең алдымен аумин деңіздер, Жүсіптің дидарын берсін, Ибрахимнің иманын берсін, пайғамбардың кеңдігін берсін, Алидің ерлігін берсін, Абылайдың байрағын берсін, Батыр Бауыржанның айбағын берсін, еліне ырыс құт орнасын, жеріне тыныштық орнасын. Мынау түрлі пәлекет, түрлі кесірден Алла Тағала сақтасын, өссін, өнсін, үлкен азамат болсын. Құда қаласа мынау не дейді мынау? Бүгін тағы да Абай атамыздың өлеңі бар ғой. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап барқалан деп, мұны баламыздың тұсауын кесеміз. Осы баламыздың тұсауын кесуге өзімнің бауырым, інім, осы ең бір иманды, салиқалы ініміз, жаңағы Хамад айтып той, әскери бөлімінің үлкен бір басшысы, полковник, кардиология дәрігері, медицина докторы ғой күніміз бұл. Сол жігітті кестіреміз Құда қаласа. Байлап кесеміз. Аумин деңіз. Тұсауыңды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің.